Сәлем достар, менің атым Зере және мысығым Мырыр. Бүгін сендерге менің бір күнім қалай өтетінін көрсетемін. Мені таңертең мысығым еркелеп оятады. Ол өте күлкілі. Одан кейін мен бірден төсегімді жинаймын да жуынатын бөлмеге барамын. Беті қолымды сабынмен жуамын. Тісімді жақсылап ысамын. Мысығымда өзі жуынады. Бетімді жақсылап кептіріп, бөлмемде жаттығу жасаймын. Ол денсаулыққа өте пайдалы. Киімімді ауыстырып, шашымды тараймын. Мен шашымды өзім өре аламын, анам үйретті. Содан соң асханаға барып, мысығыма сүт беремін. Өзімде таңғы асымды ішемін. Болған соң ыдысымды жуып, Мыр екеуміз далаға ойнауға шығамыз. Уақыт көңілді өтеді. Қуаласып ойнаймыз, әткеншекке отырамыз. Кітап оқуға да уақыт табылады. Солай түскі астың уақыты жақындап қалады. Міне енді түскі уақыт келді. Ол өте ұзақта өтеді. Ата-анаммен бірге түскі асымызды ішеміз. Мен анама жинасып көмектесемін. Мысығым ойыншық машинамен ойнағанды жақсы көреді, ал мен пирамида құрастырғанды жақсы көремін. Және маған сурет салған өте қатты ұнайды. Мен сурет салғанда ол мұқият қарап отырады. Кейде ойнағаннан да жалығатын кезіміз болады. Сондай уақытта пайдалы іспен айналысамыз. Мысалы, ата-анама тәтті пісіріп беремін, үй жинаймын, ойыншықтарымды орнына қоямын. Ата-анам жұмыстан келетін уақыт жақындап қалыпты ғой. Ал енді кешкі уақыт басталды. Ата-анам жұмыстан келген соң, отбасымызбен бірге кешкі ас ішеміз. Мысыққа да тамақ беруді ұмытпаймыз. Тамақтанып болған соң, отбасымызбен саябаққа серуендеуге шығамыз. Ол жақта уақыт өте көңілді өтеді. Ал қараңғы түскенде үйге келіп, ата-анам рұқсат берсе, Бал бала арнасынан қызықты мультфильмдер көреміз. Бірақ ұзақ отыруға болмайды деп анашым айтады. Сөйтіп ұйықтауға дайындаламын. Әрине жуынбай ұйықтауға болмайды ғой. Сол үшін алдымен суға түсеміз. Шашымды кептіріп, киімімді ауыстырамын. Енді ұйықтауға болады. Міне достар, осылай менің бір күнім өтеді. Мен уақытты қызықты әрі пайдалы етіп өткізуге тырысамын. Сау болыңдар достарым.